бағдарламасына сәйкес біз бүгін АИТВ ЖТС-тен аулақ бол тақырыбында сіздермен сынып сағатын өткізгелі отырмыз. Олай болса, яғни біздің бұл сынып сағатымыздың балалар мақсаты сендерге осы АИТВ дегеніміз не, ЖТС дегеніміз не, сол туралы толық мәлімет беру, сондай-ақ одан құтылудың, қорғанудың жолы қандай, сол туралы түсінік беріп өтемін. Жалпы сөзбен айтқанда, сіздердің салауатты өмір салттарыңызды қалыптастыру болып табылады. Шаңырақ шеңберінде келіп, өзіміздің ыстық лебімізді бір-бірімізге білдірейік. Келе қойыңыздар. Ал енді, қазір мен өзім бірінші бастайын. Жалпы бүгінгі сабағымызға балалар сәттілік тілеймін. Біз бірігім боласыз. Жақсы. Мейір мен татулық тілегіміз. Жақсы. Болашақ жарқынымыз. Бір мақсат жолдасымыз. Қуаныш пен жарқын тілеймін. Үлкенге ізет, кішіге құрмет біздің ұранымыз. Шаңырағымыз берік болсын. Бәріміз берекелі болсын. Әркіміз сәтті. Жақсы. Бірлесіміз мықты болсын. Шаңырағымызды еламыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар енді сөзіміздің түйіні ретінде мына видеороликті дайындап келген. Қарап жіберейік. ВИЧ, қазақша айыба, адамның иммун тапшылық вирусы. Әлемде жолдаған бұл аурудың қазіргі таңда толықтай емі жоқ. Айыба биологиялық сұйықтықтар арқылы жұғады. Айыба адамды өлтірмейді, адам ағзасындағы көптеген ауруларды асқындырады. Соның нәтижесінде айыба жұқтырған адамдар иммундық тапшылықтың әсерінен түрлі ауруларға шалдығады. Дәл сол аурулардан қаза табады. Дегенмен арнайы дәрі-дәрмектер арқылы адамдардың өмірін ұзартуға болады. Айыбыны жұқтыру үшін айыбымен